Сәлем, сіздермен бірге тарихмен. Достар, бүгін сіздерге ЮНЕСКО-ның шешімімен мыңжылдықтар адамы деп мойындалған Шыңғыс хан туралы ұсынамыз. Оның шыққан тегі, қандай ұлттан шыққанына байланысты шет мемлекеттердің өзі мойындаған тарих ұсынамыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз. Біздің каналға тіркеліңіз, қолдау білдіріңіз, лайк қойып өзіңіздің комментарийіңізді жазып қалдырыңыз. Сонымен кеттік. Бүкіл жер бетін тітіренткен қаған туралы қасиетті тарих бүгінгі күнге дейін аяусыз өртелді. Өртелмегені бұрмалауға ұшырады. Ұлтының бостандығы үшін күрескен Бекмаханов секілді тарихшылардың көзін құртуға тырысты. Сталиннің ізбасарлары өздерінің өткен тарихтарын жасырып қалу үшін кезінде орыстардың Алтын Орда хандарының алдында тізерлеп, князь болу үшін біздің хандарымыздан рұқсат алып, сазбалшыққа басылған ханның табанын сүйген тарихты жер бетінен өшіріп жіберуге тырысты. Осылайша кеңестік кездің тарихшылары Шыңғыс ханды моңғол тайпасынан шықты деген санамызға құюмен болған осындай бір тарихты ойлап тапты. Ал бүгінгі күні сол моңғол дегеніміз ешқандай этникалық бірлестік еместігі, тарихи құжаттар тіпті ондай тайпаның болмағанын толық дәлелдеп отыр. Ал кеңестік және европалық тарихшылардың моңғол деп жүргені кәдімгі біздің қазақ хандығының құрамындағы Найман, Керей, Қыпшақ, Жалайыр, Қоңырат секілді түріктектес халықтар болғанын дәлелдеп отыр. Академик Оразақ Смағұл былай дейді: алдымен Шыңғыс хан моңғол ма, моңғол емес пе дегенді анықтап алу керек. Шыңғыс хан мәселен 13 ғасырда өмір сүрген адам, бірақ сол Шыңғыс ханның елі қолданған тіл мен сол тұстағы этникалық атауларды бүгінгі моңғолдар түсінбейді. Арада бар болғаны 800 жыл ғана өтсе де, олардың жазуын не оқи алмайды, не түсінбейді. Ал біз түркі тектес халықтың біріміз, осыдан 700-800 жыл бұрынғы көне түріктердің жазуын ашып оқып жатырмыз ғой. Әйтеуір күні бүгінге дейін қаншама тарихшы айтысты, тартысты, бірақ тартыстың көкесі былай болған еді. Белгілі тарихшы Ордынская Москва кітабының авторы Белинский барлығының аузын аштырған мәлімдеме жасады. Белинский былай дейді: қияттар, керейттер, наймандар мен меркіттер бәрі де моңғолдар емес, түркі тілді тайпалар болатын. Олардың қалдығы бүгінде Қытай аумағында, ал тілі қазақ. Енді қызықты қараңыз. Белинский одан әрі былай деп жазды: Шыңғыс хан тұсында мемлекеттік тіл қазақшаға жақын бұрынғы ұйғыр тілі болды. Темуджиннің әкесі Есугей қияттарға хан болған. Анасы Оян қазақтың Қоңырат тайпасынан, бәйбішесі Бөрте де қазақтың Қоңыратынан еді. Қағанның барлық ұлдары түркі есімдермен аталды. Шыңғыс ханның өзі қазақша күн дидарлы хан дегенді білдіреді. Біз әлі күнге дейін өз хандарымыздың ата тегін Шыңғыс ханнан таратқанымызбен қазіргі қоғам арасында екі түрлі көзқарас туындаған. Ал осы турасында Белинскийдің нақты дәлелдерін қараңыз. Белинский былай дейді: моңғолдарда сол кезде де қазір де мұндай есімдер атымен жоқ. Хан сөзі де таза түркіше, моңғолша емес. Моңғолдар өз билеушілерін қоңтайшы атады. Шыңғыс хан кәдімгі қазақ құрылтайында сайланды. Моңғолдарда ондай сөз жоқ. Тәңірлікті ұстанған қазақтар ғана мұндай тұлғаларын беймәлім жерге жасырын түрде жерледі. Бұл турасында Алтын Ордадағы еуропалық елші Плано Карпини жазып қалдырды. Ол бұл ғұрыпты өз көзімен көріп жазған. Ол кезде моңғол тайпалары өлікті қорымға апарып ашық тастаған, жерлемеген деп жазған еді Белинский. Ең күлкілісі сол, бүкіл империяның жүрегі саналатын Қарақорым қаласын таптық деп әлемге жар салған археологтардың тапқан деректері сол кездегі Карпини, Рубрук секілді Қарақорымда болып, ол қаланы өз көзімен көрген саяхатшы ғалымдардың жазып қалдырған дүниесімен мүлде сәйкес келмейтін болып шыққан. Карпинилер көрген Қарақорым қаласы айналасы заңғар таулармен, алып мұз шыңдарымен қоршалған деп суреттеледі. Ал археологтардың бүгін Қарақорым деп тауып жүргенде, тау түгіл ол жерде төбенің де жоқ екенін көріп, мидай жазық дала екені анықталды. Тарихшының дәлелдері өзі жазған кітаптарында жүздеп келтірілген. Белинский Шыңғыс ханның қазақ екенін ресми түрде мойындамаудың астарында саяси мәселелердің бар екенін де айтқан болатын. Бұл істе қазақтар
өздерінің көршілері Қытай мен Ресейге қарағыштап отырғанын да ашық айтты. Бір қызығы, жер күнді айналатыны сонау орта ғасырдың өзінде мойындалып тасталса да, Ватикан сарайы алысты, жұлысты, тартысты. Алайда амалы құрған Ватикан 1992 жылы арада 350 жыл өткенде жер күнді айналатынын мойындауға мәжбүр болды. Сол секілді талай ғалымдарымыз, тіпті шетелдің тарихшыларының өзі мойындап тастаған Шыңғысханның қазақ екендігін өзіміз, яғни мемлекет ресми түрде мойындау үшін қанша уақыт керек? Әлде мұны мойындау үшін де өзгелер не айтады екен деп соларға қарап отыра береміз бе? Ал сіз қалай ойлайсыз? Шыңғысхан қазақ деген дерекпен мына тарихшылардың айтқан сөздерімен сіз келісесіз бе? Өз пікіріңізді комментарийге жазып қалдырыңыз, және ғалымның тапқан мына жаңалығын барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.